Жұрттың айтуы бойынша Жәнібек Әлімханұлы өзінен мықты қарсыласпен жұдырықтаспақшы. Осы жайлы кеңінен талқылап айтайық. Ассалаумағалейкум, құрметті соққы арнасының көрермендері. Біз бүгіннен бастап сіздермен соққы арнасы болып жұмысымызды жалғастырамыз. Өздеріңізге мәлім, бокс мотив деген арнадан кейін соңғы Битірбиев Бивол арасындағы болжамға байланысты түсірілген видеоны астында біз айтқан болатынбыз. Кім әдемі есім ұсынса, біздің арнамызға қазақша есім ұсынса, соған 10 000 теңге сыйақы береміз деген болатынбыз. Мұнда алдарыңызға шығарып қойдық. Осы кісіге алдағы уақыттарда отчетін беретін боламыз сіздерге есебін. Ол кісіге 10 000 теңге сыйлық. Жалпы бізге қатты көңілімізден шықты. Соққы деген есім жалпы біздің спортымызға, қазақилығымызға барлығына сәйкес келеді екен. Сондықтан да сіздерге үлкен рахмет осындай тамаша есімді ұсынғандарыңызға. Ал сіздерге бұл есім қаншалықты ұнады, оның барлығын пікірге жаза отырыңыздар. Жәнібек Әлімханұлы Хамза Шираз жекпе-жегі жайлы болжам жасап көрейік, ардақты ағайын. Бұл жекпе-жек әлі ресмиленген жоқ. Дегенмен бұл жекпе-жектің ақыры түптің түбінде бір күні болары сөзсіз. Бірақ менің ойымша енді абсолютті әлем чемпиондығы атағын қорғау үшін Жәнібектің бұл жекпе-жек болатын болса, өте қызық жекпе-жек болатыны сөзсіз еді. Бірақ оған дейін де жекпе-жек ұйымдастырылып қалатын болса, біз болжамымызды жасап көрейік қазіргі жағдайға қарап. Ең бірінші ресми деректерге назар аударамыз. Жәнібек Әлімханұлы 31 жаста, Шираз 25 жаста, өте жас. Бойы 1,82 болатын болса, Жәнібектің, бұл Шираздың бойы 1,91. Бойы өте ұзын. Бұл салмақ үшін, орта салмақ үшін. Және де одан кейін рекордтары 16-0 Жәнібек Әлімханұлыда, 11 нокаутпен. Негізі 11 нокауттың өзі негізі панчер болып саналады, яғни көп нокауты бар. Жалпы 60%-дан асқаннан кейін нокауттың есептелуі бойынша онда ол панчер есебіне кіреді. Жәнібек Әлімханұлы да панчер, және одан да мықты. Рекорды оған қарағанда кіршіксіздеу 21 жеңіс, барлығын жеңіп алған, және оның 17-сі нокаутпен. Бұл Шираздың көрсеткіші. Топ ранг бұл жақта, және де солаңқай Жәнібек Әлімханұлы, ал Шираз олаңқай. Және екеуінің де қарсыластарының ішінде мықты жігіттер өте аз, себебі орта салмақта дәл қазір мықты жігіттердің азайып кеткендігі барлығымызға мәлім. Сондықтан да олардың кәсіби рекордтарында мықты жігіттердің аз екендігі сөзсіз. Шираздың қарсыластардың ішінде екі мықты жігіт бар. Оның біріншісі британиялық Уильямс болатын болса, екіншісі американдық Уильямс. Екеуі де мықты жігіттер. Уильямс енді кіршіксіз әрекетпен келе жатқан, бұл уақытқа дейін жеңілмеген Американың болашақ жұлдызы еді, бірақ соған 11-ші раундта эр-риядта жекпе-жек өткізіп, жеңіліс дәмін татқызды біздің Хамза Шираз. Енді одан кейін жалпы Британияға танымал кезінде Крис Юбенктермен жұдырықтасқан, ол Уильямсты нокаутпен жеңген болатын Шираз. Сондықтан да Британия халқы дәл қазір болашақ жұлдызға үлкен үмітпен қарауда, яғни Шираздың болашағынан зор үміт күтеді. Оған дейін енді 2017 жылы бастаған карьерасын, және сол 2017 жылдан бері міне 7 жылға уақыт бойы 21 кездесу өткізіп, оның 17-сін нокаутпен аяқтау деген енді тамаша көрсеткіш. Ал біздің Жәнібек Әлімханұлы 2016 жылы бастады, және қарсыластарының ішінде 2 экс әлем чемпиондары болды. Оның біріншісі өздеріңізге мәлім Хасан Ндам Нжикам, және одан кейін Роб Бранк. Ал үшіншісі ол чемпион болып тұрған IBF чемпиондық белбеуінің иегері Винченцо Гуальтери. Яғни осы жігіттер шынымен де мықты жігіттердің қатарында еді. Бірақ осы жігіттерді де біздің Жәнібек жеңіп алды. Соңғы қарсыластары екеуінікі де әлсіз қарсыластар соңғы жекпе-жектерінде, бірақ оған қарамастан бұл жігіттер мықты жекпе-жектерге қызмет етті. Яғни дайын, осы бір заслуженно дейді ғой. Сондай екі жігітте бұл жекпе-жекке лайық. Бір-бірінің авторитетін, бір-бірінің абыройын көтеретін жекпе-жек болғалы тұр. Енді бұл жігіттердің профессионалды рекордтарынан бөлек мынандай бір деректерге назар аударайық. Жалпы Шираздың дәл қазір жекпе-жек ұйымдастыратын болса, онда оның мынандай кемшіл тұстары бар. Ең бірінші, оның қорғанысы әлсіз, себебі нокдаунда болған, және де шынымен де қолдары, бойы ұзын болғандықтан, ол көп жағдайда бұның өзіне кері әсері де бар. Яғни ішке кіріп кетіп, ближний бойларда көп нәрсе жұмыстар жасай алмай қалу ықтималдылығы бар. Одан кейінгі бір кемшіл тұсы, ол тек кәсіпқой бокспен ғана айналысқан, яғни әуесқой бокстағы тәжірибесі өте аз. Ол жастар арасында 3 рет
рет әлем чемпионаттарында, мықты чемпионаттарда финалист атанған, бірақ чемпион болып үлгермеген екен. 8 жасында бастаған және 12 жасында алғашқы жарыстарына қатысып бастаған. Яғни кәсіпқой бокстағы ғана рекорды бар, соңғы 7 жылдағы әлем рекорды, тәжірибесі, ал бірақ әуесқой бокста ешқандай тәжірибесі жоқ. Ал бұл тұста Жәнібек Әлімханұлын өздеріңіз білесіздер, 308 жекпе-жек өткізіп, оның 300-ін жеңіп алған, әлем чемпионы, Азияда ойындарының чемпионы және Азия чемпионатының чемпионы. Сондықтан да Жәнібек Әлімханұлының бұндай мақтанышпен айтарлық жетістіктері көп. Енді олардың жалпы артықшылық тұстарына келейік. Ең бірінші, Шираздың ол бойы ұзын, дистанцияда жақсы жұмыс жасай алады, өзіне қатты ближний бойға кіргізбейді, яғни кішкентай бой аласалар негізі бой ұзын қарсыласына жақын дистанцияда жұдырықтасқысы келеді, сол дистанцияны ұстап отырады, яғни джептері мықты. Джептері арқылы өзіне қарсыласын қатты алып келе қоймайды. Бұл оның тағы бір ерекшелігі. Одан кейін соққысы жақсы. 17 рет нокаутқа құлату деген енді оңай емес. Ал британдық өзінің отандасы Уильямсты ол бірінші раундта құлатып тастаған, сондықтан бұл енді оның соққыларының жойқын және жақсы екендігін білдіреді. Ал Жәнібек Әлімханұлының өздеріңіз білесіздер, бокс мектебі өте жақсы. Ол жас кезінен бастап, бала күнінен бастап осы бокспен шұғылданады және бокстың ішкі қыр-сырының барлығын біледі. Бокс мектебі жақсы қалыптасқан. Біздің кезіндегі алтын құраманың жігіттері, яғни Данияр Елеусінов, Қайрат Ералиев сынды жігіттермен бірге жаттыққан кезінде, сол кездерде әлем чемпионы болып, Азияда ойындарының чемпионы болып үлгерген. Және осы арқылы ол жігіт, яғни Жәнібек Әлімханұлы үлкен тәжірибеге ие. Сол тәжірибесінің барлығының арқасында қазір кәсіпқойға машықтанып, кәсіпқой бокстың қыр-сырының барлығын меңгеріп келе жатыр. Және ең үлкен ерекшелігі бұл әрине әлем чемпионы. Бір ғана белбеу емес, 4 белбеу, және оның 4 белбеуді 4 рет қорғап үлгерді. Яғни WBO-ны 4 рет қорғап үлгерді осы уақытқа дейін. Әлем чемпиондығы деген енді оңай атақ емес. Бостан босқа әлем чемпионы болмайды адамдар, өздеріңіз білесіздер. Ал Хамза Ширазда енді білесіздер, 2-ші дәрежелі 3 белбеу бар. Ол белбеулер кезінде Жәнібек Әлімханұлының 6-шы жекпе-жегінен бастап Жәнібекте де ондай белбеулер болған еді. WBC, WBO деген белбеулер болған естеріңізде. Және бұл жерде енді екеуінің бокс мектептерінің деңгейлері жалпы өте терең. Қазір енді біз мына нәрсеге назар аударайық. Хамза Шираздың маркетинг бөлімі, пиар бөлімі өте жақсы жұмыс жасауда. Оны Артур Бетербиев соңғы жекпе-жегінде, Эр-Риядта өткен жекпе-жегінен кейін құттықтады. Түрк Әлле Шейх оны құшақтап тұрып, мына бір суретке назар салсаңыздар болады, құшақтап тұрып Хамза Ширазды құттықтады. Яғни осылар арқылы оның мықты жігіттер, мықты бокс әлеміндегі ықпалды адамдар бұл жігітке көбірек көңіл бөліп жатқандығы сөзсіз. Бірақ бұның барлығы ол Жәнібекті жеңіп кетеді деген сөз емес. Себебі бұл жерде рингке кіргенге дейінгі жұмыстардың барлығында боксқа ықпалды мамандардың барлығы жұмыс жасайды, ал бірақ бокстың рингке кіргеннен кейін ол жерде боксшының өзі жалғыз қалады. Сондықтан өздеріңіз көрдіңіздер ғой, енді өлтірем деген Андрейдің өзін Жәнібек Әлімханұлы ойнап жүріп 9 раунд бойы сабап, әбден қинап тұрып жеңді. Сол секілді енді рингке кіргеннен кейін әңгіме мүлдем басқаша болады. Ал бұл жерде енді оған дейінгі факторларды әрине қарастырып көрейік. Енді келесі бір фактор ол жекпе-жек қай жерде өтеді. Екі жер менің ойымша белгіленеді. Біріншісі ол Ұлыбритания, Уэмбли, және Хамза Шираз барлық жекпе-жектерін, екі жекпе-жегінен басқа 19 жекпе-жегінің барлығын осы жерде өзінің елінде өткізген. Ал Жәнібек білесіздер 3 жекпе-жегін ғана басқа жақта өткізді, екеуін Қазақстанда, біреуін Сиднейде, және қалған жекпе-жегінің барлығын Америкада өткізді. Сондықтан Жәнібек үшін бұл кішкене қиындық тудыруы мүмкін. Британияда мүлдем жекпе-жек өткізбегендіктен, бірақ Америкада жаттығып бабымен шығатын болса, яғни Винченцо Гуальтериге дайындалған секілді болып, жақсы дайындық базасына өтетін болса, Жәнібек үшін бұл жекпе-жек мүлдем қиындыққа түспейді. Енді әңгіме сол дайындыққа келіп тұр ғой. Және бұл жекпе-жекке енді 15 күн уақыт берді, білесіздер. 15 күннен кейін саудаға шығады. 15 күннің ішінде Хамза Шираз жауап бермейтін болса, Жәнібек келісіп отыр. Хамза Шираз жауап бермейтін болса, онда саудаға шығады. Саудада кім жеңеді, ол өте үлкен мәселе. Топ-рейнг менің ойымша тағы да жеңіледі. Ол егер саудаға өтетін болса, сонымен Шираздың командасы бұл жекпе-жекті ұтып алады. Және бұл жекпе-жекті ұтып алғаннан кейін олар енді өздері дәл Михайловичтің командасы секілді білгенін жасай алу ықтималдығы бар. Яғни Жәнібекке қонақ үйді олар таңдайды, салмақ өлшеу рәсімін өздері өткізеді, жанкүйерлерді өздері жинайды, барлық жұмыстарды өздері атқарады. Және бұның барлығы чемпионға кері әсерін тигізуі мүмкін. Бірақ біздің Жәнібек ондай сынақтардан өтті, өздеріңіз білесіздер, және сәтті өтті. Бірақ бұл жерде кішкене ғана ескеретін дүние, ол Шираз, ол Михайлович емес.
емес. Шираздың деңгейі әрине жоғары, бірақ Жәнібекті жеңіп кететіндей жоғары деп мен өз басым ойламаймын. Енді екінші бір мекенжай, ол Тургай Шейхпен келісе отырып Эр-Риядта жекпе-жек өтуі мүмкін. Енді бұл кезде енді екі жігіт те өте жақсы ақша жасайды. Бұл енді Жәнібек үшін тиімді ақша жағынан, бірақ Жәнібекке білесіздер, ақшадан бұрын маңыздысы чемпиондық белбеулерін қорғау және келесі чемпиондарды өз жекпе-жегіне шақыру. Енді Жәнібек бұл жеңіске жететін болса, Ширазбен жекпе-жек өткізіп, Уэмблиде жеңіске жететін болса, Құдай қаласа Лондонда, онда ары қарай оның танымалдылығы артады. Не үшін? Себебі Уэмблиде шамамен 90 мың аудитория жиналатын болса, 90 мың адам, оның 1,5 мың адамы ғана қазақ жанкүйерлері болады, қазақстандықтың жанкүйерлері, ал қалған 85 мың адамның барлығы ол Шираздың жанкүйерлері болады. Себебі сол үшін олардың промоутерлігі барлық ақшаның барлығын жарнамаға құйып, бүкіл бокс мамандарын, бокс журналистерінің барлығын осы ақпаратқа, осы жекпе-жекке қыздыру жұмыстарын жүргізеді, және бұның барлығы Жәнібекті 2 есе болған дейінгі танымалдылығын 2 есе көтеріп тастайды. Ал бұндай танымалдылыққа ие боксшы әрине кезінде Головкин мен Келл Брук арасында да дәл осындай жағдай орын алған. Сол кезде Келл Брук, яғни Британияға барып, Головкин барып, оны 6-шы раундта құлатқан болатын. Және бұл Головкиннің танымалдылығын, бұл уақытқа дейінгі жинаған бүкіл танымалдылығын 2 есе ұлғайтып береді. Себебі ол жайлы айтпайтын ешбір паблик қалмайды, ол жайлы айтпайтын ешбір бокс маманы қалмайды, ол жайлы айтпайтын ешқандай СМИ мамандары қалмайды, бақ мамандары қалмайды. Сондықтан барлық жанкүйерлер, барлық спорт жайлы білетін адамдардың барлығы бұл жекпе-жекті қыздыру жұмыстарымен айналысады. Сондықтан қазірдің өзінде енді өздеріңізге мәлім түрлі жағдайлар болды ғой. Бұған дейін Жәнібектің жаңағы Ширазбен 1,5 миллионлық ұсыныстан бас тартты деген өтірік ақпараттар шықты. Бұл ақпараттың бәрі не үшін шығып жатыр деп ойлайсыздар жалпы? Жалпы бір промоутерлік компания өз жекпе-жектерін, өзінің билеттері жақсы сатылу үшін боксшыларын танымалдандырумен айналысады. Ал танымалдандырумен айналысу барысында, мысалы мен секілді бокс жайлы айтып жүрген, боксқа қызығатын мамандар YouTube желісі арқылы, Twitter желісі арқылы, немесе басқа да әлеуметтік желілер арқылы өзінің немесе бақ өкілдері арқылы, яғни нақты журналистерді сатып алады өздеріне. Яғни сол арқылы сен біздің енді сатылғандығын ешкімге айтпайды, тек қана біздің ұсынған тапсырмаларды жариялап отырсаң дейді. Сол арқылы алдын ала өтірік ақпараттар тарату арқылы, басқа да ақпараттар тарату арқылы жекпе-жекті қыздырады. Яғни алдағы уақытта болуы мүмкін жекпе-жектерді. Егер ол жаңағы маман шығарғаннан кейін басқа да пабликтер алып кетіп, қызу талқылануға түсетін болса, ол жаңалық, онда әрине ол жекпе-жекті ұйымдастыру керек деп есептейді. Себебі жанкүйерлер жиналатындығын біледі, жаңағы спонсорларды көндіруге оңай болады. Яғни әрбір жекпе-жекте білесіздер ғой, спонсор болады. Сол спонсор ары қарай жекпе-жекті ұйымдастыру үшін ақша төлейді. Не үшін? Себебі ол жаңалықтың жаңағы шарықтау шегіне шығып тұрғандығын барлығы біледі. Енді тақырыптан кішкене ауытқыдық, бірақ дегенмен біздің айтқымыз келгені осы. Жәнібекте дәл қазір мықты қарсылас болмауының да, Топ Рингтің Жәнібектен кішкене көңілі қала бастауының да, Жәнібекті танымалдандыру жұмыстарын жүргізбеуінің де бірден бір себебі осы. Яғни Жәнібек ол букмекерлік контораларды жарнамаламайды, ол өзінің позициясымен, яғни чемпиондық белбеу үшін ғана жұмыс жасайды, оған ақша керек емес. Осының барлығы енді Топ Рингтің құндылықтарына кішкене сәйкес келмей жатыр. Сондықтан да мен сен танымалдылығымен онша бір айналысқым келмейді. Енді Ширазбен шық, жеңсең, біз сенімен ары қарай жұмысты жалғастырамыз, жеңбесең, онда ешқандай мен саған ақша сала алмаймын деп айтып отыр. Яғни жекпе-жекке адам жинай алу промоутерлік компания үшін өте маңызды ғой. Ал оны жинайтын негізі спортшының өзі. Спортшы қаншалықты атақты және қызық болады, мейлі жеңілген спортшылардың өзі жаңа халыққа қызық болып жатады, өздеріңіз білесіздер. Сол үшін жеңілсе де ол ары қарай мысалы қызық болғандығы үшін олар жекпе-жектерді ұйымдастырады. Сол үшін Жәнібек Әлімханұлына жанкүйерлердің, жалпы қазақ жанкүйерлерінің емес, әлемдік аренадағы, яғни ақшалы, қалталы азаматтардың жанкүйер болуын біз тілейміз. Себебі сондай жанкүйерлері көп болса, қай жерде жекпе-жек өткізсе де сол жекпе-жек үшін барып отыратын болса, онда Жәнібектің мерейі асқақтай беретіндігі сөзсіз. Жалпы қорытындылай келе біздің айтқымыз келген ой осы. Жалпы арнаның аты өздеріңіз білесіздер, соққы болып ауысты. Бұл атауға байланысты өз пікірлеріңізді комментарийде біз күтеміз. Және қазақ спортшысының соққысы әлемді бағындырсын, Жәнібек жеңсін, Қазақстан жеңсін.